Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Шетікбаева Серікгүл Серікқалиқызы. Семей қаласы көлік колледжінің физика пәнінің оқытушысы. Сабақтың тақырыбы зертханалық жұмыс, дифракциялық тордың көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау. Сабақтың мақсаты тәжірибе жасау арқылы жарық толқынның ұзындығын дифракциялық тордың көмегімен анықтау. Алдымен дифракция құбылысы дегеніміз не? Осы сұраққа жауап берейік. Дифракция дегеніміз жарық толқындарының таралу жолындағы бөгеттерді орап өту құбылысы. Дифракциялық тор дегеніміз мөлдір емес ара қашықтықтармен бөлінген бірнеше параллель қашықтықтарда орналасқан саңылаулар жиынтығы. Дифракциялық тордың формуласы d синус фи тең болады k лямбда. Бұл жердегі d дегеніміз дифракциялық тордың периоды, фи дегеніміз ауытқу бұрышы, к спектрдің реті, лямбда толқын ұзындығы. Осы лямбда толқын ұзындығын біз зертханалық жұмыс жасау арқылы анықтаймыз. Енді синус фи ол тангенс фиге тең болады. Тангенс фи тең болады к лямбда бөлінген d. Бұл жерден лямбда толқын ұзындығын анықтаймыз. Лямбда тең болады d тангенс фи бөлінген k. Тангенс фи x бөлінген l-ға тең. Фидің орнына біз x бөлінген l-ді қоямыз. Толқын ұзындығын осы формула арқылы анықтаймыз. Енді қызықты видеоға назар аударайық. Тегіс өзгертілген ақ және қара жолақтан тұратын интерференциялық өрнектің орнына бір қалыпты таралған көп параллель саңылаулардан тұратын жүйені жарықтандырғанда, біз қараңғы экраннан жеке-жеке тұрған өте жіңішке, ашық түсті сызықтарды, яғни интерференциялық жолақты көреміз. Көп, тар, бір қалыпты орналасқан және параллель саңылаулардан тұратын экранды дифракциялық тор деп атайды. Саңылаудағы торлар А, Б, С дифракциялық торда бір-біріне кедергі келтіреді. Белгілі бір альфа бұрыштағы белгілі бір толқын ұзындығы үшін кез келген келесі толқын сәйкесінше бірдей ұзындықпен қозғалатын болады. Нәтижесінде барлық толқын бір фазада болады. Бұл олардың бір-бірін күшейтетінін білдіреді. Егер көршілес толқындар бір-біріне сәйкесінше толқын ұзындығына еселік болатын болса, бұл жағдай дифракцияның үлкен бұрыштары сияқты болады. Сол себепті экраннан нөлдік реттегі жолақтан тұратын интерференциялық өрнекті көреміз. Ал сосын бірінші, екінші және одан жоғары реттегі жолақтар жалғасады. Ұзындығы әртүрлі толқын үшін конструктивті интерференция ауданы әртүрлі бұрышпен орындалатын болады. Тек нөлдік реттегі жолақ бастапқы қалыпта қалады. Сол себепті әртүрлі ұзындықтағы жарық толқынынан тұратын ақ жарық дифракциялық тордан өткенде экраннан әр жолақты қамтитын бүтін жарық спектр көрінеді. Енді зертханалық жұмысты жасауға кірісейік. Ол үшін қажетті құрал-жабдықтар: жарық толқын ұзындығын есептейтін аспап, дифракциялық тор, жарық көзі. Ең алдымен жарық толқын ұзындығын есептейтін құралды штативке бекітеміз. Оған дифракциялық торды орналастырамыз. Дифракциялық торды орналастырғаннан кейін жылжымалы экранды дифракциялық тордан 40 см қашықтыққа орналастырамыз. Мына жылжымалы экранның ортасында тар саңылау бар. Осы тар саңылауға жарық көзін түсіреміз. Жарық көзін түсіреміз де оны дифракциялық тордан қараймыз. Дифракциялық тордан қараған кезде жылжымалы экранда спектр пайда болады. Яғни спектр ол 7 түрлі түстен құралған жарық жиынтығы. Бүгінгі зертханалық жұмыстың мақсаты осы 7 түрлі түстердің ішіндегі жасыл, қызыл және күлгін түстердің толқын ұзындығын анықтаймыз. Ең алдымен осы жылжымалы экранда жаңағы түстердің ара қашықтығы пайда болады, яғни шекарасы. Қазір біз оны анықтап аламыз. Яғни алдымен қызыл, мына жерде орналасқан, яғни ол 2,1 мм. Келесі жасыл түс 2,6 мм-де
және де күлгін түс. Күлгін түсіміз 3,1 миллиметр қашықтықта орналасқан. Осы нәтижелерді кестеге түсіріп, формула арқылы анықтайық. Енді өлшеулер нәтижесін кестеге түсірейік. Кестеде ең алдымен К, яғни спектрдің реті берілген, дифракциялық тордың периоды D берілген, дифракциялық тор мен жылжымалы экранға дейінгі қашықтық 40 см берілген, және де қызыл жасыл күлгін түстердің шекаралары берілген X. Ол 2,1, 2,6 және 3,3 болды. Лямбда жарық толқынның ұзындығын, қызыл жасыл күлгін түстердің ұзындығын біз мына формула арқылы анықтаймыз. Формулада яғни dx бөлінген k лямбда. Бұл жерде d дегеніміз периоды 0,100 көбейтілген оның -3 дәрежесі метр. Жазамыз орнына қойып, x қызыл түстікі 2,1 көбейтілген оның -2 дәрежесі метр. Көбейтемізде спектрдің реті 1 және де 40 см 40 көбейтілген оның -2 дәрежесінде бөлеміз. Бөлген кезде 0,525 көбейтілген оның -3 дәрежесі метр шықты. Біз оны нанометрге айналдырамыз. Сол кезде 525 нанометр шықты. Келесі, жасыл түстікін есептейміз. Мына формулаға жаңағы сан мәндерін қойып, жасыл түстікі 2,6-ны қоямыз. Сол кезде 650 нанометр шықты. Келесі, күлгін түстікі. Күлгін түстікі 3,3 болды. Шекараның орнына 3,3-ті қоямыз. Оны қойып есептеген кезде 825 нанометр шықты. Енді қорытынды жасайық. Осымен сабақ аяқталды. Сабақтың соңында мына рефлексия арқылы қорытынды жасаңдар.